Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу. Біздің өтетін тақырыбымыз жыл мезгілдері. Ертегі. Сіздер бүгін ертегіні түсініп оқисыздар, негізгі ойды анықтайсыздар, жыл мезгілдерімен танысасыздар, оны ажырата білесіздер бір-бірімен. Сіздер қандай жыл мезгілдерін ұнатасыздар? Неліктен? Бізде өзі 4 жыл мезгілі бар, қыс, көктем, күз және жаз. Әр мезгілдің өзінің ерекшелігі бар. Мысалы, маған көктем мен жаз мезгілі ұнайды. Көктемде күн жылый бастайды, өсімдіктер өсіп, құстар қайта бастайды. Ал жазда жеміс-жидектер піскен уақытта серуендеуге өте қолайлы, жылы, барлық адамдар далада серуендеп жүреді. Өте ұнайтын кез маған көктеммен жаз мезгілі ұнайды. Сіздерге қандай мезгіл ұнайды? Өздеріңіздің ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Жақсы, бөліссек өте жақсы, жарайсыздар. Енді сіздерге бүгін өтетін тақырыбымызбен кішкене таныстырып өтейін. Жыл мезгілі мәтінді түсініп оқисыздар. Мен сіздерге қазір оқып беремін. Өздеріңіз де қайталап оқисыздар, жақсы ма? Жыл мезгілдері. Ертегі. Ғасыр бабаның жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жыл 4 перзент сүйіпті. 2 ұл, 2 қыз. Үлкені қыз шатақ мінезді. Десе мә деген сотқарлау басынан сөз ысырмайтын қиқыр болыпты. Содырлау болғанмен әкесі оны бірбеткейлігі, шымырлығы үшін жақсы көріпті. Екіншісі көктем. Жұрттан асқан көрікті, жаны да нәзік, сұлу қыз болып өсіпті. Нені болса да шын жүрегімен қабылдайтын, сезімталдығы мен көркемдігі үшін оны бәрі де жақсы көреді екен. Үшіншісі жаз. Әпкесіне қарағанда ашық, жарқын, жайдары мінезді, көңілді қыз болып өсіпті. Ол аузын ашса көмейі көрінетін адалдығымен, таңғы шықтай мөлдір пәктігімен көпке ұнапты. Ал ең кенжесі күз, өте ерке болып өсіпті. Сәл нәрсеге бола ренжіп, бұртиып, қабағын түйе қалады екен. Кейде балаларға өкпелеп, әрең іркіп тұрған көз жасын тия алмай, төгіп жібереді екен. Әйтсе де күзді жомарттығы мен ақ көңілдігі үшін бәрі де ұнатыпты. Өте жақсы ертегі екен, балалар? Түсініп оқиық. Бір емес, бірнеше рет қайталап, жақсылап түсініп алайық осы ертегіні. Одан кейін 80-ші беттегі 3-ші тапсырманы ертегінің мазмұны бойынша кестені толтырамыз. Яғни бұл жерде сіздерге мысал ретінде көктемді берген, жыл мезгілдері деген жерге сіздер жыл мезгілдерін жазасыздар, кейіпкерлерінің сипаты, яғни сипаттап жазасыздар. Жаз, күз, қысты қандай сипаттама бересіздер, осы ертегінің ішінен аласыздар оны. Сенің пікірін деген жерге өз пікірлеріңді жазасыздар дәптерге. Бүгінгі күнді жазып, осы тапсырманы орындайсыздар. Сосын 4-ші тапсырма шығармашылық жұмыс 80-ші бетте көп нүктенің орнына тиісті жыл мезгілінің атауын жазамыз. Яғни көрікті, қандай жыл мезгілдеріне тиісті, жайдары, жомарт, қаһарлы, бұл қандай жыл мезгіліне тиісті екенін жазамыз. Сосын түсіріп маған жібересіздер.